Жезқазған қаласының 2 тұрғынына қатысты Метаго қаржы пирамидасын жарнамалау күдігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Аталған фактіні агенттіктің Ұлытау облысы бойынша департаменті өңірлік прокуратураның үйлестіруімен және агенттіктің көліккел экономика саласындағы талдамалық бөлімшелерімен өзара іс-қимыл нәтижесінде анықтады. Күдікті тұлғалар Метаго қаржы пирамидасының қызметі туралы ақпараттық ресурстарда, сондай-ақ осы қаржы пирамидасының символикасы бар киім мен плакаттарды пайдалана отырып, халықпен кездесулер мен жиналыстар өткізген. Осы арқылы 63 миллион теңгеден астам соммада залал келтіріп, қаржы пирамидасының заңсыз қызметіне 80-нен астам азаматты тікелей тартқан. Қазіргі уақытта қылмыстық кодекстің 217-де 1 бабы адамдар тобының қаржы пирамидасының жарнамалауы бойынша тергеу жүргізілуде. Сонымен қатар департамент бұрын жүргізілген арнайы жедел іздестіру іс-шаралар нәтижесінде тіркелген Жезқазған қаласының осы тұрғындарына қатысты Метаго қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін құру және басшылыққа алу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Қылмыстық процесті кодекстің 201 бабы тәртібінде өзге ақпарат жария етуге жатпайды. Егер сіз және сіздің туыстарыңыз бен жақындарыңыз Метаго компаниясының қызметінен зардап шексе, тұрғылықты жеріңіз бойынша экономикалық тергеу департаментіне немесе агенттіктің колл орталығына хабарласыңыз.